сұрақ қойып отырсыздар. Жолыңызға рахмет. Құрметсіз бе, менің атым Софина. Ертайға сіз қалай ойлайсыз? Төте жазу дегеніміз не? Төте жазу дегеніміз бұл қазіргі кирилл жазуы сияқты. Егер сіз қазіргі уақытта мына сұрағыңызды кирилл қарпінде жазып келсеңіз, сол уақыттағы сіздер сияқты оқушылар да, адамдар да сондай жазумен жазатын болған. Бұл қаріп жай ғана, бірақ жазу қазақ тілінде. Араб графикасы негізінде пайда болған бұл жазуды Ахмет Байтұрсынұлы жаңғыртады, өзіндік әріптер қосады, технологиясын жеңілдетеді. Бұған дейінгі қиын әртүрлі әріптерді қазақтың танымына сай өзгертеді. Сондықтан да жазудың өзі төте. Төте деген сөз ол бір мысал үшін жерге бару үшін сіз тура жолмен жүруге тырысасыз, төте жолмен. Сол себепті де қазақ тілінде тез жазып кету үшін төте әдісті қолданған. Бұл төте жазумен байланысты болған. Сол себепті сол ғасырдағы оқулықтарда төте жазумен жазылған. Бүгінгі таңда кирилл жазуы, оның алдында латын, оның алдында төте деп кете береді. Рахмет. Тижан Шонанов пен Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы туралы не айта аласыз? Бұл кісі бір-біріне аға бауыр, ұстаз, шәкірт сияқты еңбек етті. Екеуі бірігіп оқу құрал жазды. Бұған дейін Ахмет Байтұрсынұлы бірнеше рет оқу құрал, тіл құрал, сауат ашар, тіл жұмсар сияқты оқулықтар жазған. Бұл екі тұлғаның бірігіп оқу құрал жазуы, бұл жаңа бір әдістеме ұсынуы қазақ педагогикасына қосылған үлкен бір үлес болып саналады. Оқу құрал өзіне дейінгі оқу құралдардан ерекше, озық, методологиясы болсын, сол уақыттың көзқарасымен қарайтын болсақ, жаңашыл бағытта. Жолыңызға көп рахмет, уақытыңызды бөлгеніңіз айта аламыз. Алғыс айта аламын. Рахмет сіздерге.